Сәлем достар, бүгін сіздермен жұмсақ дәмді булкидің рецептімен бөліскелі отырмын. Бұл булкидің салмасы бар, салмасына алма повидласын қостым. Повидланың рецептін менің каналымнан таба аласыздар, немесе төменде ссылкасын қалдырып кетемін. Ыдысымызға сүтті құямыз, содан соң үстінен алдын ала ерітілген сары майды құямыз. Ерітіліп, суытылған болуы қажет. Оның үстінен қант қосамыз. Және бір жұмыртқаны жарып, оны да қосамыз. Келесі шым тұз қосамыз. Содан соң ашытқыны, яғни орысша айтқанда дрожжиді қосатын боламыз. Ендігі кезекте осы тағамдарымыздың бәрін жақсылап тұрып, араластырып, біріктіреміз. Венчигіңіз болса, венчикпен жасауыңызға болады. Мен жай ғана шанышқымен араластыра беремін. Сұйық масымыздың үстіне ұнымызды қосатын уақыт келді. Ұнды алдын ала ерітілгіштен өткізіп аламыз. Келесі қамыр елейтін боламыз. Алдымен шанышқымен араластырып біріктіріп аламыз. Содан соң қолымызбен қамырды елейтін боламыз. Мінеки осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді қамырды 1 сағат жарым немесе 2 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Қамырымыз 3 есе көтерілуі қажет. Мінеки қамырымыз 3 есе көтерілді, үлпілдеп керемет болып тұр. Енді қамырымызды ыдыстан шығарамыз. Бұндай қамырмен сіздер тек қана булки емес, әртүрлі пирогтарды да пісіруіңізге болады. Келесі қамырымызды үстелшеге қойып, булкилерді дайындайтын боламыз. Қамырды 16 кішкене бөліктерге бөлеміз. Енді осы кішкентай бөліктерді дөңгелекше қылып, осылай қолмен жасап, дайындап қоямыз. Дөңгелекше қамырлардың үстін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Ендігі кезекте дөңгелекше қамырларымызды шығарып, қолымызбен осылай жайып, ортасынан 1 шай қасық повидла қосатын боламыз. Айта кетейін, бұл алма повидласы рецепті менің каналымда бар. Өте керемет, қысқа да жауып дайындап сақтауға болады. Повидламыз ортасынан ағып кетпес үшін шеттерін осылай жабыстырып, жақсылап біріктіреміз. Енді ыдысымызға кішкене ғана сұйық майды құйып, жан-жағына жағып шығамыз. Осы ыдысымызға дайын булкилерімізді салып, бетін жауып қоямыз. Кішкене тағы да көтерілуі қажет. 5-10 минуттан кейін қызып тұрған пешімізге салып пісіретін боламыз. Мен 2 ыдысқа осылай салдым булкилерімізді. Біреуін гүл секілді әдемі пішінде пісірдім. Осы уақытта 1 жұмыртқаны жарып, 1 ас қасық сүт құямыз. Осы сұйықтықта жақсылап араластырамыз да булкилеріміздің бетіне жағып шығамыз. Булкилерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Мінеки жұмсақ булкилеріміз де пісіп дайын болды.
Өлкелеріміз ысылай енді керемет, сөзіммен айтып жеткізе алмаймын. Өзі жүп-жұмсақ, иісі бұрқырап, тәп-тәтті болып пісті. Бұл бөлкелердің өзін салмасыз да пісіруіңізге болады, таңғы асқа жеуіңізге болады. Келесі күні жегеннің өзінде де бөлкелеріңіз қатып қалмайды. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп отырыңыздар. Тағы да басқа видеоларымды каналымнан көре аласыздар. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет. Дәмді тағамдармен жақындарыңды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.